Ұйықтап жатқан ер адам байқамады, бір белгісіз сәтте бөлмеге ақша ашты. Бетперде киген әйел кіріп кеткен еді. Әйел үнсіз оның төсегінің жанына келіп, қасына жата кетті. Жартылай түс көру күйінде жатқан ер адам өзіне тиесілі емес бір демді естіді. Ол баяу көзін ашқанда, есіктің ашық қалғанын байқады. Сол сәтте оның арқасындағы дем ырғағы күшейе түсті. Кенеттен ол шошып оянып кетті. Бұл бар болғаны қорқынышты түс болып шықты. Ер адамның аты Макс. 10 жыл бұрын ол ағасының кенеттен қайтыс болғанын естіген соң, мінезі түбегейлі өзгерді. Ол ереже танымайтын, шектен шыққан жасөспірімге айналды. Жас кезінде ақ ол полиция бөлімшесінің тұрақты қонағына айналды. Тек асырап алған әкесінің жалынышты өтінішімен ғана полиция Максты жазаламай, оған соңғы мүмкіндік берді. Бірақ шарт қойылды, ол 4 ай қоғамдық жұмыс атқаруы тиіс еді. Көп ұзамай Макс қарттар үйіне келіп, санитарлық көмекші болып жұмысқа орналасты. Қарапайым айтқанда, оның міндеті мекемені тазалау. Автобустан түсе сала Макстың назары қарттар үйінің 4-ші қабатына ауды. Терезеден оған бір қарт жанар салып тұрғандай көрінді. Бірақ Макс бұған аса мән бермеді. Әріптесі оған барлық дерлік есікті ашатын кілт беріп, ескертіп қойды. Әр бөлмеге кірмес бұрын міндетті түрде қақ. Ең бастысы 4-ші қабатқа барма. Ол жерде ерекше науқастар бар. Ережені бұзсаң, қайтадан полицияға түсесің. Сөйтіп Макстың алғашқы жұмыс күні басталды. Алғашқы бөлменің есігін көп қақса да, ешкім жауап бермеді. Ол ішке кіріп қалғанда, бір түрлі дыбыстар естіп қалды. Қызыққан Макс есік саңылауынан сығалап еді. Бетперде киген 2 қарттың белсенді жаттығу жасап жатқанын көріп, қатты таң қалды. Көзіне сенбей, оларды мазаламау үшін тез шығып кетті. Бірақ есікті қаттырақ жапқаны ақ шашты әйелдің назарын аударды. Кейін басқа бөлмелерді тазалаған соң, Макс бассейнге барды. Қарттардың өмір сүру салтына таңданып, біраз уақыт қарап қалды. Сол сәтте Норма атты әжей келіп, оны бір танысына қатты ұқсататынын айтты. Макс мән бермей, онымен әңгімелесе бастады. Бірақ дәл осы кезде бассейнден айқай естілді. Бір әжейдің басынан қан ақты. Норма шұғыл көмектесуді өтінді, бірақ Макс көріністен қатты шошып, қимылсыз қалды. Түнде ұйықтап жатқанда, құлағына сыбырлаған дауыстар естілді. Кенет бір айқайдан шошып оянып, төсектен атып тұрды. Әлі тынысын реттемей жатып, жоғарғы қабаттан тағы бір шыңғырған дауыс шықты. Есік сәл ашық тұр екен. Ол абыржып, шындық пен түс арасын ажырата алмай қалды. Қайта ұйықтап кеткенінде, ақ шашты әйел тағы да қасына келіп пайда болды. Сол кезде алғашқы қорқынышты көріністер басталды. Ұйқысы қашқан Макс түн ортасында қарттар үйін аралай бастады. 2 қарт би билеп жүргенін көріп, олардың жігеріне таң қалды. Кенет тағы да жоғарғы қабаттан айғай естілді. Сол кезде артына бұрылғанда Норма пайда болды. Ол да ұйықтай алмай жүр екен. Менің бөлмеме барып, өмір жайлы сөйлесейік. Ұйықтауыңа көмектесер деді ол. Макс көп ойланбай, Норманың соңынан ерді. Бөлмеге кіргенде еденде кішкентай бір затты байқап қалды. Оны қолына алған сәтте бір жерден көргендей болды. Бірақ есіне түсіре алмады. Норма оның марқұм досының қолынан шыққан бұйым екенін түсіндіріп, орнына қойды. Сосын Макс қабырғадағы жыртылған майлы бояумен салынған суретті көрді. Норма оның марқұм ұлы қалдырған жалғыз естелік екенін айтты. Ұлы оның ең үлкен қайғысы. Сол себепті әлі күнге дейін ұйықтай алмайды екен. Бұл әңгіме Максқа өзінің қайтыс болған ағасын еске түсірді. Ол Норманың қайғысын жақсы түсінді. Көзінің асты көгеріп, шаршап тұрған Макс жаңа күнін бастады. Еден жуып жүріп, тағы да жоғарғы қабаттан айғай естіді. Қызығушылығы жеңіп, ол тыйым салынған 4-ші қабатқа көтерілді. Есікті ашқанда, ол дөңгелек орындықтарда отырған қарттарды көріп, шошып кетті. Төменгі қабаттағы белсенді тұрғындарға мүлде ұқсамайтын. Олардың кейбірінің үсті басы қанға боялған, кейбірі сілекейін тоқтата алмайды. Барлығы өлім аузында тұрғандай еді. Айналада сасық иіс. Сол сәтте бір қарт оны байқап, қолын көтеріп, нұсқады. Бірдеңе айтқысы келгендей көрінді. Макс түсінбей, абайлап жақындай бергенде, қарт кенет ашуға булығып, оны қатты ұстап алды. Қорыққан Макс босана алмай жанталасты. Дәл осы кезде әріптесі келіп, оларды ажыратып алды. Доктор Сабян Макстың 4-ші қабатқа кіргенін біліп, қатты ашуланды. Ол қатаң ескерту жасады. Егер тағы да ережені бұзсаң, өзім сені полицияға тапсырамын. Ал Норма бұл жайлы естігенде, Максқа жылы жүзбен кеңес берді. Өзіне қатысы жоқ іске араласпағаның дұрыс. Келесі күні Макс күтпеген жерден Норманың доктор Сабянмен ұрсысып жатқанын көрді. Ол тым алыста болғандықтан не айтқанын ести алмады. Бірақ екеуі ренжісіп тарасқанын байқады. Қамыққан Макс Норманың есігін қақты. Норма оған ештеңе маңызды емес екенін айтып, уайымдамауға көндірді. Соны көрген Макс ары қарай қазбаламады. Ол Нормаға өзі салып берген суреттің жыртылған жартысын сыйлап,
қамқор болғаны үшін алғысын білдірді. Алайда дәл сол сәтте Норма оған қарттар үйінде өте үлкен мәселелер барын сыбырлап айтты да, тезірек кетуге кеңес берді. Ол сөзін аяқтай салысымен, дәлізде бір көлеңке жылжып өтті. Норма абыржып кетіп, есікті асығыс жапты. Өз бөлмесіне оралған Макс Норманың айтқандарын ойлап, одан сайын қызығушылық танытты. Тағы сұрамақ болып еді. Жуно есімді қызметкер оны тоқтады. Норма қазір демалып жатыр. Қанты түсіп кеткен деді. Макс амалсыз кері бұрылды. Келесі күні ол аулада жапырақтарды жинап жүріп, 4-ші қабатта өзін бұрын ұстап алған қартты көрді. Қарт өз саусақтарын кеміріп, қанымен бірдеңе жазғысы келгендей болды. Бірақ келесі сәтте жоғарыдан Норма құлап түсіп, темір қоршауға қадалып қалды. Араға көп салмай, жедел жәрдем оның денесін алып кетті. Доктор Сабян Норманың бөлмесінен хат тапқанын айтып, ол марқұм ұлына қосылғысы келгенін жазған деді. Сөйтіп, істі өз-өзіне қол жұмсау деп жапты. Бірнеше күннен кейін қарттар үйінде Нормаға үлкен қоштасу рәсімі жасалды. Бірақ Макс оның өліміне сенбеді. Кеше ғана ол қарттар үйіндегі күдікті жағдайларды айтып еді. Бүгіннен қалмай қайтыс болуы Максқа қастандық сияқты көрінді. Түнде ол тағы да қорқынышты түстен шошып оянды. Төсектен тұрған кезде бөлмесінде ультракүлгін шам жатқанын байқады. Дәлізге көз салса, ешкім жоқ. Сосын ол шамды қосып көрді. Қосқан сәтте қабырғада жарқырап сөздер пайда болды. Сол мезетте ол басқа бір бөлмеге кіріп, шамды жақты. Шынымен-ақ тұрғындардың мойнында бір таңба бар екен. Келесі күндері бақылау жасағанда, қарттардың жиі мойындарын ұстайтынын аңғарды. Шындықты білу үшін Макс жертөледегі пеш жаққа түсіп, Нормадан қалған заттарды іздей бастады. Көп ұзамай ол бұрын өзі тауып алған кішкентай бұйымды және қарттар үйіндегі күнделікті жағдай жазылған дәптерді тапты. Дәптерде ине көтеріп жүрген адамдар мен иттер туралы жазылыпты. Олар қарттарды өзгерту үшін қолданылған көрінеді. Макс мұның не екенін түсінбеді. Тездетіп интернеттен қарттар үйі мен доктор Сабян жайлы ақпарат іздей бастады. Бірақ іздеу үстінде сайтта бірнеше терезе шығып, бір бейнені көруге шақырды. Шындықты жылдам білгісі келген Макс батырманы басып жіберді. Бейненің ішінде түрі адам шошырлық әйел болды. Ол бірдеңе жеткізгісі келгендей еді, бірақ сигнал қайта-қайта үзіліп отырды. Одан кейін видео кенеттен экраннан жоғалып кетті. Келесі сәтте тағы да жоғарғы қабаттан айғайлар естілді. Бұл Максты қарттар үйінің құпиялары одан әрі терең екеніне сендіріп қойды. Сондықтан Макс бұрыштарға ұялып қою үшін көптеген кішкентай камералар сатып алды. Оларды үйді жасырын бақылауға орнатуды жоспарлады. Тұтаса тұрып тағы бір видео оның экранында шығып кетті. Сол адамшошырлық әйел қайтадан пайда болып, камераларды жасырып кетуге, біреулер келе жатқанын ескертті. Сөйтсе Жуно келіп, оны тазалауға оралуын еске салуға келген екен. Макс Жуноны орнынан жіберіп алу үшін бір сылтау айтты да, компьютерін тез қайта ашып, әйелдің кім екенін сұрастыра бастады. Сұрақтардың арқасында Макс сол әйелдің оның бөлмесіне ультракүлгін шам қойғанын және бастапқыдан-ақ жасырын түрде оны бақылап келгенін білді. Ол Макс оның көмегінсіз ешкім одан артық істей алмайды деп сенген. Әйел Макстан қалған тұрғындардың жайнаған монстрларға айналуын тоқтатуды сұрады. Ол Норма көп құпияны білгендіктен өлтірілгенін айтты. Әрі егер Норма Макске тағы да көп нәрсе айтса, Макс келесі болып өлуі мүмкін екен. Макс әрі қарай сұрағысы келсе де, бейнежазбалар кенеттен үзіліп қалды. Енді бәрін өзі ашуға тура келді. Сөйтіп Макс тазалық жұмыстарын жасаған кезде әртүрлі жерлерге жасырын кішкентай камералар орнатты. Сол түні ол мониторлар алдында үнсіз отырды. Кенет бір камераның таратылымы оның назарын аударды. Онда Жуно мүгедек арбалы бір ер адамды бөлмеге итеріп кіргізіп жатқаны көрініп тұрды. Сол соңынан басқа бір жігіт итті ертіп кірді. Макс Норманың дәптерінде иттер туралы сөз болғанын есіне түсіріп, дереу олардың артынан жүрді. Келесі сәтте ол қарттың мазақтай айқайын анық естіді. Оны қандайда бір азап тұтқан сияқты еді. Макс бақылауды жалғастырғысы келді. Бірақ содан соң біреу итпен бірге бөлмеден шығып кетті. Ит оның иісін сезеді деп қорқып, Макс жылдам кері қайтып, бөлмесіне кірді. Алайда сол сәтте ақ бөлмеде бір әйелдің отырғанын көріп, селт ете қалды. Даусының ырғағынан ол сол бейнедегі әйел екенін бірден таныды. Шындығында камерадағыдан әлдеқайда әдемі болатын. Бірақ әйел ісінің мәнін тез түсіндіріп берді. Ашылғанда үкімет пен қарттар үйі бірігіп қарт адамдарға зерттеу жүргізіп, сынақтар жасап жатқан екен. Оларға жаңа эксперименталды дәрілер салып, даулы генетикалық эксперименттер жүргізіп жатыр екен. Оған қоса, үкімет ел бойынша ұқсас жасырын тәжірибелерді жүргізіп жатқан көрінеді. Ал бұл қарттар үйі олардың бірнеше базасының бірі ғана болған. Олар қарттар үйінің тұрғындарын таңдағанның себебі бұл жалғыз
қамқоршысы жоқ адамдар еді. Олар өлсе де ешкім байқамайды, ешкім қайғырмайды. Макс әйелдің кім екенін, мұндай құпияларды қайдан білетінін білгісі келді. Әйел әкесінің де осы тәжірибелердің құрбаны екенін айтты. Сондықтан ол Макстан дәлел жинап, үкімет пен қарттар үйінің қылмыстарын әшкерелеуге көмектесуін сұрады. Осылайша ол тек әкесін ғана құтқарып қоймай, үйдегі барлық қарт адамдарға көмектесе алады. Бұл сөзден кейін әйел Макстың бөлмесінен шығып кетті. Оянған сәтінде Жуно оған 4-ші қабаттағы қарттардың бірі қашып кеткенін айтты. Сол себепті Макстың басы жараланыпты. Оның жағдайы тұрақсыз болып, толық тексеруден өтуі керек еді. Бірақ Макс бір нәрсенің дұрыс еместігін сезді. Сондықтан Жуно кеткен соң, ол тез жиналып, терезеден қашып шығып, үйіне қайтты. Оның асырап алған ата-анасы полицияға барып, бәрін түсіндірді. Сол үшін Максты жауапқа тартпады. Дәл сол кезде оның 2 асыранды әпкесі бөлмесіне келді. Олар стел үстінде жатқан кішкентай бұйымды көріп, бірден Макстан: "Мұны құпия базаға барып таптың ба?" деп сұрады. Макс аң-таң болды. Құпия база дегеннің не екенін түсінбей қалды. Джеки одан ешкімге айтпаймын деп уәде алдырды да шатырға ертіп апарды. Сонда жасырын база ашылды. Олар оны жақында ғана тапқан екен. Ішінде Норманың бұйымына ұқсас зат бар болып шықты. Көп ұзамай Макс Диана деген атауы бар тақтайшаны көрді. Бұл римдік жастық құдайы. Норманың бұйымы қасиетті тостаған деп аталады екен. Бірақ Макс Диана жайлы ештеңе білмейтін. Одан кейін ол әр жылға арналған бірнеше фотоальбомды тапты. Кездейсоқ 1997 жылғы альбомды ашқанда Макс шошып кетті. Онда Норма мен қарттар үйінің басқа тұрғындары асырап алған ата-анасымен бірге өте жақын адамдардай көрініп тұрды. 2000 жылғы альбомда ата-анасы мен өзгелер тік тұрған, бірақ ортасында арбаға таңылған әлсіз әйел отыр. Әр бетте сурет стилі бірдей болды, бірақ арбадағы адам әрқашан өзгеріп отырды. Максты ең қатты таңғалдырғаны олардың ешқайсысы жылдар өтсе де қартаймаған. 2009 жылғы альбомды ашқанда арбада отырған адамның түрі оған өте таныс болып көрінді. Макс қабағын тиіп сенбей қалды. Бұл оның ағасы Люк еді. Бірақ 10 жыл бұрын асырап алған ата-анасы Люктің апаттан қаза тапқанын айтқан. Яғни, олар оған өтірік айтып келген. Альбом арқылы Макс ағасы әлі тірі болуы мүмкін деген күдікке келді. Тек қарттар үйінде құлыптаулы ұсталып отырған шығар. Ол ата-анасы бір культ сияқты екенін түсінді. Жастықты мәңгі сақтау үшін бір түрлі рәсімдер жасайтын. Сол кезде ол 4-ші қабаттағы қартты есіне түсірді. Сол қарт Максты қатты ұстап алып, бірдеңе айтқысы келгендей еді. Макс дереу қарттар үйіне қайта оралып, 4-ші қабатқа жүгіріп шықты. Қартқа жақындап, сенгісі келмей сұрақ қойды. Біраздан соң Макс бір шындықты аңғарды. 4-ші қабаттағы қарттардың бәрі суреттердегі арбада отырған адамдардың өзі екен. Олар шынымен өлмеген, бірақ денелері іші қаңырап қалған. Түрлері қатты өзгерген, ал ағзалары құлдырай бастаған еді. Макс Люктен не болып жатқанын сұрамақ болғанда, Жуно кенеттен пайда болып, оны есінен тандырды. Оянғанда, Макс өзін мүгедек арбада отыр деп тапты. Енді ол жаңа нысанға айналған екен. Ол да барлығымен бірге топтық суретке енгізілді. Сол кезде директор олардың бәрін керемет ойнағандары шын мақтады. Сол сәтте Макс бәрін түсінді. Бүкіл әріптестері мен тұрғындары басынан бастап осы қойылымның бір бөлігі болған. Асырап алған ата-анасы да оны осы сәтке дайындау үшін ғана бала етіп алған. Барлығының мақсаты Макстың сеніміне кіріп, сақтығын азайту болған. Тіпті әпкелері де ақыры құрбанға айналар еді, дәл қазіргідей. Оның қарттар үйіндегі жұмыс орны да алдын ала жоспарланған еді. Әйелдің видеолары, ультракүлгін шам, мойындағы белгілер барлығы жай ғана ойының бір бөлігі болып шықты. Олардың ермегі үшін ойлап табылған өтірік әңгімелер еді. Әлі де болса, Макс қандай жиіркенішті ойынның құрбаны болғанын толық түсіне алмады. Доктор Сабян оған келесі қадамда оның қанын сорып алып, соның арқасында барлығы мәңгі жас болып қала беретінін айтты. Максты ота стеліне жатқызды. Доктор Сабян түсіндірді. Оң көздің ішінде қапшық деп аталатын кішкентай без бар. Медицинада ол қарапайым без ретінде белгілі, бірақ шын мәнінде ол Диана құдайшасының шырынын сақтайды екен. Бұл жастық пен қуат сыйлайтын зат. Адам қартайған сайын ол біртіндеп азаяды. Сондықтан көз сұйықтығын жиі алып отыру керек. Макстың асырап алған ата-анасы қазірдің өзінде 109 жаста еді. Бірақ әлі де алғашқы тәжірибе кезіндегідей жас әрі сергек көрінді. Ал директордың жасы 128-ге жеткен. Доктор Сабян Макстың оң көзіне ине соғып, сол сұйықтықты сорып алды. Сосын ес-түссіз Максты 4-ші қабатқа лақтырып тастады. Оянғанда ол Люктің арбасынан сымдарды жұлып алып, оларды өзгелердің оң көзіне соғып, қайта шыққан сұйықтықты жинап жатқанын көріп, шошып кетті. Соңында Люк сымды өз көзіне соғып,
жинаған сұйықтықтың бәрін Макстың аузына құйды. Жуно 4-ші қабатты тексеруге келгенде, барлығы бұрынғысынан өзгеріп кеткенін байқап қалды. Сол сәтте Макс балта ұстап, төменгі қабатқа түсті де, жолын бөгегеннің бәрін қырып салды. Мәңгі жастыққа масаттанғандардың ешқайсысы оның қаруынан құтыла алмады. Ашу үстінде ол бүкіл қарттар үйін қанға бөктірді. Сосын ол олардың оң көздерінен сұйықтық алып, 4-ші қабаттағы қарттарға ішкізді. Ақыры, 4-ші қабаттағының бәрі қайта тірілді.